18 ғасырда жаңа опера дамуымен қатар классикалық тұрғыда аспаптық музыкада өзіндік дами бастайды. Бұл жағдайда аспаптық музыканың шыңы деп есептелетін симфониялық жанрының бүкіл елге таратып дамуыменен бастау алған болатын. 18 ғасырдың алғашқы жылдарында симфонияны жаңалық ретінде әлемге паш еткен ол жаңа Италиядағы Мангейм симфониялық мектебі болатын. Симфониялық мектебі. Мангейм симфониялық мектебі сонау шағын ғана қалашық, немістің шағын қалашығы Мангейм қаласында. Чех композиторларының, сол шеберлердің еңбегінің нәтижесінде қалыптасады. Мангейм мектебінің негізін қалағандар деп біз Ян Вацлав, Антонин Стамиц және Франтишек Рихтерді атаймыз. Олардың жалғастырушылары Христиан Каннабих және Стамицтің ұлдары болып есептелінеді. Мангейм мектебінің басты маңыздылығы жаңа классикалық оркестр түрін құруында. Ол жаңағы классикалық оркестрдің, яғни өзінің қалыптасқан түрін осы Мангейм мектебі жаңағыдай қалыптастырады. Жаңағы айтқан Стамицтің ұлдары Мангейм оркестрін құрады. Мұнда бекітілген оркестрдің құрамында шекті аспаптар, флейта, габой, фагот, трубалар, валторндар, литаврлар сол симфониялық оркестрге кіреді. Мұның өзі алғашқы симфониялық оркестрдің құрылуы, қалыптасуы болып саналады. Міне сол оркестрге арнап композиторлар көптеген өздерінің шығармаларын арнап, мысалы Ян Стамиц өзінің симфонияларын жазады. Яғни симфонияларды сонаталық цикл түрінде аллегро, жай бөлім, минуэт, тез орындалатын финал деп жаңағыдай симфонияларын қалыптастырып, осы Мангейм мектебінен симфониялық аспаптық музыка бастау алады дейміз.